Жамбыл облысы Сарысу ауданы Тушкин орта мектебінің 2-ші Ә сынып мұғалімі Шуымбетова Бақытжан. Ал балалар, бүгін біз 2-ші Ә сынып оқушылары қазақ тілі пәнінен онлайн сабақ өтетін боламыз. Яғни қашықтықтан оқыту бағдарламасы бойынша бүгінгі сабағымыз онлайн түрінде жүргізіледі. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сын есім. 2-ші сыныптар бойынша қазақ тілінен 4 сөз табымен танысқан болатынбыз. Естеріңізге сала кетсем, зат есім, сын есім, сан есім, етістік. Біз зат есіммен таныстық, енді бүгін біз сын есіммен танысатын боламыз. Осы тақырыпты бастамас бұрын балалар шағын бейнеролик көріп алайық. Ай мектеп. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер. Яғни, түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л-лі, д-ді, т-ді, с-сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке қышқыш, қышқыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді. Қайталайық. Сын есім. Заттың түсін,
көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім. Түбір сөзден жасалған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Мысалы, жақсы, үлкен, қызыл. Туынды сын есім. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Туынды сын есімдер түбірге л, л, д, т, сыз, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, таулы, ақылды, білгіш. Ал балалар, бейне роликте көргендегідей сын есім заттың түсін, сапасын, түрін, яғни сынын білдіреді екен. Түсін, сапасын, түрін білдіру үшін қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, қызыл, қандай? Қызыл. Әдемі, қандай? Әдемі. Жақсы, қандай? Жақсы деген сұрақтарға жауап береді. Осыдан келе бізге ереже туындайды. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөздер табын сын есім деп атаймыз. Оның сұрақтары қандай, қай? Мысал келтіре кететін болсақ, қандай әдемі, қандай тәтті, қандай жақсы, қандай қызыл. Қане ережеге толық мән беріп қарап шығыңыздар. Сонымен қатар, бейнероликте көргендегідей сын есім құрамына қарай екіге бөлінеді. Ал балалар, менің бағытым ойынын ойнайық. Бүгінгі тақырыпқа байланысты. Яғни ойынды тәтті сөзінің қарама-қарсы бағыты қант. Қане ойланамыз. Сіздерге ойлануға уақыт беріледі. Қане менің бағытым ойынына жақсылап атсалыса отырыңыздар. Балалар, жақсылап ойланып, жауабын тауып, бір-бірімен сәйкестендірген болсаңыздар, нақты жауапты көрейік. Тәтті, қант, тік, жар, тегіс, жер. Қандай жер? Тегіс жер. Қандай? Тәтті қант. Суық су. Қандай су? Суық су. Сұр қоян. Қандай қоян? Сұр қоян. Ақылды адам. Қандай адам? Ақылды адам. Тік жар. Қандай жар? Тік жар. Демек, балалар, қандай қай сұрақтарға жауап беретін сөздерді таптық. Ал, балалар, сендерге еге тапсырма. 5-ші жаттығу. Төмендегі зат есімдерге сол зат есімдердің бірінші дыбысынан басталатын сын есім тауып жаз. Яғни бала сөзі. Бала сөзі бұдан басталады, б әрпінен. Яғни б әрпінен басталатын сөзді көп нүктенің орнына қоямыз. Бірақ ол сын есімге байланысты болу керек. Мысалы, батыл бала, немесе батыр бала, үлгі. Осыған қарап орындаймыз. Енді сабағымызды қорытындылап бекітіп алу үшін сөздік диктантын орындап көрейік. Сөз таптарына талдау жасайық. Адам, тоқыды, әнші, әдемі, көк, дала, жүз, үлкен, көріп тұр, 12 сияқты сөздер берілген. Енді 4 сөз табы тұр. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Бізге таныс сөз таптары, е? Сондықтан зат есімге қатысты сөзді зат есімнің кестесіне, етістіктің қатысты сөзді етістікке, сын есімге қатысты сөзді сын есімге, сан есімге қатысты сөзді сан есімнің кестесіне орналастыратын боламыз. Ал, балалар, мұқият тапсырманы орындаңыздар. Жақсылап ойланып алыңыздар. Уақыт кетті. Енді дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Сөздік диктантта, яғни зат есімде қандай сөздер берілген? Зат есімге қатысты сөздер берілген. Кім адам, кім әнші, не дала. Етістікте сұрағын қайталап өтем. Не істеді? Тоқыды. Не істеді? Көріп тұр. Сын есім бүгінгі тақырып. Қандай әдемі, қандай үлкен, қандай көк. Сан есім 12, 100. Қанша, нешеге жауап береді?
назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.